Сәлем достар, бүгін мен сіздерге авокадоның пайдасы туралы айтатын боламын. Авокадо алмұртқа ұқсас жасыл жеміс болып келеді. Авокадо пайдасы өте көп, әсіресе балаларға. Авокадоны жеген, көбіне көп таңғы ас ретінде беріледі енді авокадо. Авокадоны жеген адам 6-7 сағат бойына тоқ жүреді. Қарны ашпайды. Ол өз тиісінше майдың, біз сары маймен нан жеп алсақ біраз уақытқа дейін қарымыз ашпай жүреді ғой. Сол секілді оның несін, тағамдық құндылығын сол сары майға теңеуге болады. Тіпті одан да жақсырақ, одан да пайдалырақ болады. Авокадоны бір жағдайда ғана жеуге болмайды, егер калемия болса, яғни сіздерде калий, қаныңыздың құрамында калий көп болып кететін болса, онда авокадоны жеуге болмайды. Бірақ басқа жағдайдың бәрінде де авокадоны жеуге дәрігерлер кеңес береді. Әсіресе балаларға өте пайдалы. Бала тамақ жеуге үйрене бастап жатқан кезден бастап, 6 айдан бастайды ғой тамақ жеуді. Жалпы сол 8-9 айында балаға осы авокадоны кейбіреулер қосып беріп жатады тағамға. 9 айынан бастап көбіне көп беріп жатады. Содан бастап бала бұл тағамды өзінің рационына қосып алса болады. Өте пайдалы жеміс. Балаларға кәдімгідей қара нанмен, ақ нанмен ұсынсаңыз болады. Оны езіп түрлі тағамдарды жасауға болады. Өздеріңіз білетіндей, оны түрлі жаңағы әйелдерге арналған косметиканың құрамына да қолданады авокадоны. Себебі пайдасы көп, дененің теріні жақсартады, ылғалдандырады. Шашқа арналған жаңағы су сабындарының құрамына осы авокадоны да қосып жатады. Одан кәдімгідей табиғи маска жасаса да болады, бетке арналған. Тағамдық құндылығынан бөлек осындай да құндылықтары авокадоның бар екен. Сонымен қатар авокадоны күнделікті жеген адамның көз көруі, яғни көруі жақсарады. Терісінің несі жақсарады. Терісі жақсарады. Ол жаңа клеткалар түзеді. Жалпы авокадоның пайдасы орасан зор екен. Күнделікті оны жейтін адамдар мүлдем рак ауруына шалдықпайды. Яғни авокадоның құрамында рак клеткаларын жоятын өте мықты зат бар. Сол себепті де, мысалы сіздерде, оның авокадоның құрамында В және С витаминдері бар. Егер сіздер өздеріңізді кішкене әлсіздік сезінсеңіздер, жиі шаршап қалатын болсаңыздар, және тағы да басқа осындай нәрселер болып жатса, сіздерде онда авокадо жеуді мен кеңес етемін. Себебі тағамдық құндылыққа бай, өте жақсы жемістің түрі болып табылады. Сол себепті де денсаулығын жақсы күтуге ұмтылатын әрбір адам бұл жемісті жеуі қажет. Достар, менің жалпы авокадо туралы беретін мәліметім осы. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.